Сәлем достар, бүгін сіздермен қаламқас 5 минутта дайындалатын өте пайдалы әрі витаминдерге бай салат рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, сіздер де менімен бірге жасап көрсеңіздер болады. Өте оңай, әрі пайдалы, әрі қонақ келген кезде ұялмай қоятын салаттардың бірі. Ал ендеше салат жапырағымызды ұзынша етіп турап алатын боламыз. Салат жапырағын жақсылап турап алдық ұзынша етіп, сосын ыдысымызға сабаламыз салат жапырағымызды, сосын бізге балғын қиярымыз қажет болады. Балғын қиярымызды ортасынан бөліп, қатты жіңішке емес, қатты жуан емес, орташа етіп балғын қиярымызды да турап алдық. Енді бізге редискамыз қажет болады. Редискамызды да ортасынан бөліп, оны да тура балғын қияр сияқты етіп, оны да турап алыңыздар. Балғын қиярымызды, редискамызды турап алдық. Енді укроп пен петрушкамызды майда етіп, оны да турап аламыз. Сосын бізге тұрып қажет болады. Тұрыбымызды өткізгіштен өткізіп аламыз. Өткізгіштен майда етіп, майда көзімен өткізіп алыңыздар. Өте дәмді әрі ерекше салат. Міне, тұрыбымызды да өткізіп алдық. Енді бізге чесноктың бір штугын алып, оны езгіштен езіп, чеснок езгіштен езіп аламыз. Сосын мен кішкене қызытып, майымызды құйып алдым. Сосын тұзымызды, бұрышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Бағанағы чесногымыз барлығына сіңіп, редискамыз бәрі бір-біріне араласқан соң, бұны дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте пайдалы әрі оңай жасалынатын салаттардың бірі. Міне, өте керемет, дәмі де ерекше. Бір жасап көргеннен ғашық қылатын салаттардың бірі. Міне, дайын болды.